апталықтың ашылуы құтты болсын. Тек қана биіктен көріне беруге мен тілектеспін. Рахмет. Дұрыс. Жүрегімен күйінген Міржақовтың жан әлемін бейнелейтін шағын сахналық көріністі ұсынамыз. Тыныштық пен амандықтың бәрі осында екен ғой. Ана жақта Гүлнар өлгелі жатыр, Міржақып қызы. Егер сенің қолыңда болмаса, не үшін отырсың мына жерде? Әлде Міржақыпты құтқару үшін қандай әрекет жасадың? Өміріміз бар, осы құлағын арнамыз керек екен ғой. Дұрыс айтасыз, ақтауымыз керек. Себебі ол Дулат. Қазақты ойлатқан Дулат. Қазақтың алғашқы романын жазған Дулат болады. Елдің есінде, түсінде жоқ заманда. Алаш қайраткері Міржақып Дулатұлы жайлы сіз білмейтін деректермен бөлісеміз. Ол алғашқы қазақ конституциясын шығарып, қазақ тілінде алғашқы роман жазған ұлы тұлға. Қазақ болып ғұмыр кешу бір бақыт. Кең дүниені түріп таста түндігін, берін қуар бейнет келер күн бүгін. Шағалайдай әппақ болсын пейілің, балалардай бекен болсын билігін. Оян қазақ, ұят жүзіңді, ақтау үшін ұрпағынды дәм тұзыңды. Еріккендер құлы деді ұлыңдай, жеріккендер күн етпесін қызыңды. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың көгінде күн болмағанда кім болам? Ей тәкаппар дүние, маған да бір қарашы, танымысың сен мені, мен қазақтың баласы.